Сәлеметсіңдер ме балалар? Роберт Александр Шуманның өте дарынды адам екені бала күнінен белгілі болды. Ол музыканы ұнататын, тіпті өлең жазып та көрді. Ата-анасы ұлының шығармашылыққа бейімділігін құптағанымен, оның тұрақты табыс әкелетін басқа мамандық таңдағанын қалады. Сондықтан олар Робертті заңгер мамандығын меңгеруге аттандырады. Сезімтал жігіт сол кезде дүниедегі барлық адамның екі санатқа бөлінетінін түсінді. Біреулер үшін қоғамдағы орын, материалдық байлық, жайлы өмір маңызды болса, енді біреулерге арайлап атқан күн мен гүлдің хош иісі бақыт сыйлайтынына көзі жетті. Оларды Шуман мен оның жақтастары шартты түрде филистерлер деп атады. Бұл сөз Інжіл кітабынан алынған болатын. Ал кейбір адамдар басында баспанасы болмаса да бақытты өмір сүріп, қолындағы соңғы затын досына немесе мұқтаж жанға беріп, өлең жазып, сурет салып, музыка ойлап тауып, өмірдің әр сәтін шығармашылыққа айналдыра алады. Осындай адамдар санатын Шуман немістің Давидсбюндлер деген күрделі сөзімен атады. Давидсбюндлер Давидтің бауырластығы деп аударылады. Дәл осындай жандарға болашақ композитордың тәнті болғаны сонша, ол ең жақын достары мен жақтастарының да сондай болғанын қалады. Роберт өз өмірінің де музыкаға, әдемі көріністерге, тәтті иістерге, ұмытылмас сәттерге толы болғанын армандады. Сондықтан университетті бітірмей-ақ шығармашылық жолын таңдайды. Шуманның есімі көп ұзамай 19 ғасырдың басында Германияның шығармашылық ордалары мен музыкалық салондарында танымал болды. Ол музыканың алуан түрін жазды. Сонымен қатар жаңа музыкалық газет деп аталатын өз басылымын ашады. Бұл басылымда Роберт бас редактордың, журналистің, мақала сыншысының және мақала авторының қызметін жалғыз өз атқарады. Оқырмандар мұның барлығын бір адам жасап жатыр деп ойлауы мүмкін. Ол өз газетіне әртүрлі атаумен, әртүрлі авторлардың атынан мақала жариялап отырды. Оның жаңа газетінің беттеріндегі қызу пікірталасты Эвзеби және Флористан деген екі музыка сыншысы жүргізді. Әрине, өздеріңіз түсінгендей, Эвзеби де, Флористан да қиялдан туған кейіпкерлер еді. Екеуі де Шуманның атынан сөйлеп, оның болмысының екі қарама-қайшы тұсын ашты. Бірде жаңа музыкалық газеттің бетінде маусымның жаңа дүниелер таныстырылған маскарад балы туралы жазба пайда болды. Алайда қонақтар арасында заманауи өнерге деген көзқарастың бір жерден шықпауына байланысты дау туады. Содан кейін газет бетіндегі бір мырза әлгі мерекелік кешпен оған шақырылған жас романтиктерді жерден алып жерге салады. Меніңше, оқырмандарының көңілін көтеру үшін ашулы филистердің атынан Шуманның өзі жазды деп айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өзі ойлап тапқан мерекенің ерекше атмосферасын жасау идеясы Шуманның ойына сол кезде келген сияқты. Композитор үшін ең бастысы өздерін жаратушыға теңеп, таза сұлулықты бағалайтындардың, яғни Давидсбюндлерлердің қарапайым филистерден артықшылығын көрсету болды. Осылайша, карнавал деп аталатын ортақ идея және ортақ сюжетпен байланысқан цикл, яғни фортепианалық шығармалар тізбегі пайда болды. Мереке кіріспе деп аталатын пьесада шырқалатын фанфарлармен басталады. Мұнда бетперде киген қонақтар кезек-кезек алдымыздан өтіп, бәрінің бойын қуаныш сезімі кернейді. Циклдегі әрбір пьеса бұл қонақтардың басынан өткен оқиға жайлы көрініс. Бірақ біз көбінесе өз мінезі мен әдеті бар жеке кейіпкерді көреміз. Шын мәнінде Шуман музыкадағы мүлде жаңа жанрды, яғни музыкалық портретті ойлап тапты. Қонақтардың арасынан кімдерді көре аламыз? Мұнда үйреншікті кейіпкерлер, театрлық маскалар, жолы болмайтын перо мен көңілді арлекин, қылықты Колумбин, ақымақ қарт Панталоне сияқты карнавалдың тұрақты қатысушылары бар. Сондай-ақ қонақтардың арасынан шынайы адамдарды да байқауға болады. Олар Паганини мен Шопен және Робертке ұнайтын Киарина мен Эстрелла деген лақап аты бар екі қыз. Сондай-ақ бізге музыкалық газеттен таныс Флористан мен Эвзефилер бар. Бірақ Шуман ойлап тапқан мерекенің кейіпкерлеріне мұқият қарасаңыз, олардың барлығы қарама-қайшы жұптар екені түсінікті болады. Мұнда бір жалындап жанып тұрған, ал екіншісі қиялға берілген сәл ұялшақ кейіпкерлер. Бейнелер мен көріністер шарайнасының ішінде карнавал үшін тосын жайт саналатын көбелек атты спектакль бар. Айта кететіні, кейіпкеріміз бұл жәндіктерге
бей-жай қараған жоқ. Оның көбелектер деп аталатын жеке фортепиано циклы бар. Шындығында көбелектің табиғаты да нағыз романтиктердің табиғаты сияқты екі жақты. Әдемі көбелекке айналмас бұрын алдымен жорғалайтын ұсқынсыз құрт болып туылуы керек. Содан кейін түрленіп шыға келу үшін біраз уақыт ұйқыға кетуге тура келеді. Шуманның да жоғары дәрежелі болмыс болып қайта туылғаннан кейін адам өміріне сұлулық пен үйлесімділік және жарық сәуле әкелуге болады деп санаған сияқты. Шуманның осы циклдың барлық пьесаларын біреуге біріктіру үшін тағы да бір қызықты әдісті қолданды. Осы шығарманың тақырыбына қайта оралайық. Оның карнавал деп аталатынын білесіңдер. Бірақ автор өз туындысын 4 нотадағы кішкентай көріністер деп атаған. Бұл қандай ноталар және мұнымен композитор нені меңзеп тұр? Бәрімізге белгілі до ре ми және тағы да басқа ноталарды тек үйреншікті үлгіде ғана емес, латын әліпбиінің ABC сияқты алғашқы 8 әріпімен де белгілеуге болады. Осының арқасында музыкада кейбір сөздер мен ұғымдарды жасырып қоюға болады. Мысалы, немістің ұлы композиторы Йоганн Себастьян Бах өзінің фамилиясындағы әріптерді нота ретінде пайдаланып, өз шығармаларына таңба салып қойған. Бах туралы сюжетімізді қарап шықсаңыздар, оның қандай ноталар болғанын және одан қандай музыкалық фигура шығатынын білесіңдер. Шуман карнавалда қолданатын ноталық әріптер A, S, C, H, ол транскрипцияда H деп оқылады. Шын мәнінде мұнда әртүрлі тәсілдермен біріктіруге болатын музыкалық дыбыстар жасырылған. Пьесадан біз жасырын дыбыстардың мына кілтін көреміз. Бұл пьеса сфинкстер деп аталады. Бұлай аталуы тегіннен емес. Ежелгі грек аңызына сәйкес сфинкс бұл денесі арыстан, басы адам кейпіндегі қиял ғажайып тіршілік иесі. Ол саяхатшыларға жұмбақ жасырып, оның жауабын таба алмағандарды жалмап отырған. Білесіңдер ме, бір қызығы, бұл шығарма қойылуға арналмаған. Неге деп сұраулары мүмкін? Себебі сфинкстер жұмған аузын ашпауы тиіс. Біз бұл жұмбақты олардың көмегінсіз шешуіміз керек. Бәлкім, сендер де Шуман неліктен бұл әріптерді таңдады және ол үшін әлгі әріптердің маңызы неде болды деген сұрақ туындауы мүмкін. Шындығында ASH бұл композитордың өзіндік қолтаңбасы. Оның музыкалық қолтаңбасы A, Александр есімінің бірінші әрпі. Оның есімі Роберт Александр екенін еске саламын. Және SCH деген үш әріптен тұратын Ш дыбысы бұл Шуман фамилиясының бірінші әрпі. Осы музыкалық қолтаңба карнавалдың барлық пьесаларында кездеседі. Яғни Роберт Шуман бізге үнемі бұл менмін, бәрі мен туралы деп айтатын сияқты. Пьесаның бірі билейтін әріптер деп аталады. Бұл қатты өзгеріске ұшыраған таңғажайып вальс. Карнавал Давидсбюндлерлердің филистерлерге қарсы жорығымен аяқталады. Давидсбюндлерлер көңілді, тамаша маршпен сипатталады, ал филистерлер консерватизмді бейнелейтін ескі әуеннің көмегімен көрсетіледі. Бұл гроссфатер, яғни ата деп аталатын ескі бидің тақырыбы. Және автордың ойынша карнавал Давидсбюндлерлердің толық жеңісімен аяқталады, ал филистерлер шегінуге мәжбүр болады. Біздің өмірімізде де шығармашылық пен сұлулыққа деген құштарлық, пайдағұмарлықты жеңсе екен дейміз. Ал енді тақырып бойынша мен сіздерге сұрақтар қояйын. Бірінші сұрақ: Эвзебий мен Флористан есімдерімен кім жасырынып жүр? Екінші сұрақ: Шуман шығармашылығындағы ASCH әріптері нені білдіреді? Үшінші сұрақ: әдетте қойылмайтын карнавал пьесасы қалай аталады?